жеңістің 75 жылдық мерекесі келе жатыр. Осы ұлы мерекемен бүкіл қызылордалықтарды шын жүрегіммен құттықтаймын. Мен әкем Қуанбаев Досбол Жалағаш ауданында Бұқарбай Батыр ауылында 1922 жылы дүниеге келген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған жылы қазан айында Ақтөбе қаласына әскери қатарына шақырылады. Оған негізінен Горек, Орал, Ақтөбе, Қызылорда облысының жастары тартылады. Қазақтың ұлттық атқыштар 101-ші бригадасына 3 ай дайындықтан өтіп, 1942 жылы ақпан айында Калинин майданында ұрысқа түседі. Смоленск, Витебск, Іржев қалаларын азат етуге қатысады. Іржев қаласын азат ету кезінде бірнеше ерліктер көрсетеді. Сол ерліктері үшін 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысының орденімен наградталады. 1944 жылы сәуір айында үлкен сондай немістердің тойтарысын қайтару кезінде қатты жарақат алып, Калинин қаласындағы госпитальге жіберіледі. Калинин госпиталінен Алматы қаласындағы госпитальге жіберіледі. Сол ерліктері кезінде Ұлы Отан соғысының 1-ші дәрежелі орденімен, Германияны жеңгені үшін медалымен және бірнеше медалдармен наградталып елге келеді. Елге келген соң Жалағаш аудандық партия комитетінің ұсынысы бойынша Алматы қаласындағы жоғарғы партия мектебіне оқуға жіберіледі. 2 жыл жоғарғы партия мектебін бітіріп келген соң Жалағаш ауданында әртүрлі басшылық қызметтерді атқарады. Менің әкем туралы Қазақстан журналистер одағының мүшесі Рысбай Кәрімов өзінің естеліктер кітаптарында «Іржев қазанында қайнағандар», «Ерлер есімі ел есінде» деген кітаптарында әкем туралы жазылған естеліктері бар. Менің әкем әртүрлі қызметтер атқарған соң дербес зейнеткерлікке шығады. Содан 1997 жылы 25 шілде күні дүниеден өтті. Енді келешекте біз ұрпақтарымызға, немерелерімізге осы ерліктері туралы әкелеріміздің, аталарымыздың айтып, есте сақтап, соны ұмытпайық.